Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын блинни рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіздердің блинниларыңыз дұрыс шықпайтын болса, онда осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен жұмыртқамызды салатын боламыз. Менде 2 жұмыртқа. Жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Үстіне қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алдым. Енді осының үстіне 400 грамм сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Және қайнаған жылы су құямыз. Екі ас қасық сұйық май құямыз. Бір чай қасық ас содасын саламыз. Еліктен өткен ұнымызды саламыз. Бөліп бірден салуға болмайды. Қою болып кетеді. Егер массамыз қою болып кетсе, ыстық су құюға болады. Мінекей массамыз дайын болды. Табаны қатты қыздырамыз. Оттың асты қатты шығып тұру керек. Оның үстіне сұйық май құямыз. Табамызға бір ожау қимағымызды құямыз. Екі жағынан қызартып пісіреміз. Оттың асты қатты шығып тұрған болса, дәл осылай бетіне точкалар шығатын болады. Екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Дәл осындай әдемі, дәмді, тесік болып құймақтарымыз шығады. Өте тез дайын болатын құймақ 15 минутта дайын болады. Дәл осы мен рецептімен жасап көріңіздер. Өте оңай. Блинниімді тез осылай пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.